Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Тахарат кітабы бойынша 111 хадис. Кітап бойынша 111 хадис. Баб бойынша, таяммум бабы бойынша 4 хадис. Абу Хурайрадан радиаллаху анху Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деді: жер беті мұсылманның дәреті, тіпті 10 жыл су таба алмаса да, егер су тапса, Алладан қорықсын және суды терісіне тигізсін. Хадисті Базар риуаят еткен және Ибн Қаттан сахих деген. Бірақ Дарақутни хадисті дұрысы мурсал деді. Тирмизи Абу Зардан осындай хадисті риуаят етіп, оны сахих деді, сондай-ақ хадисті Хаким сахих деген дейді. Бұл хадисті автор келтіру мақсаты байланысы қандай дейтін болсақ, таяммумға шектеулі уақыт жоқ екенін білдіргісі келіп тұр бізге автор. Яғни таяммум соғуында бір белгілі шектеулі уақыт жоқ, егер де әрине шарттар орындалатын болса. Яғни бірінші таяммум бабының бірінші сабағында айтқан шарттар орындалатын болса, адам 10 жыл болсын, тіпті 10 жылдан жоғары болсына таяммум соға бере алады. Абу Хурайрадан радиаллаху анху Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деді: жер беті мұсылманның дәреті дейді. Мағынасы не бұның? Ас-саид вадуул муслим дейді. Яғни жердің беті, ас-саид жердің беті, ваду дейді. Ваду мұсылманның дәреті, мұсылманның вадуы. Араб тілінде жалпы ваду деген бар және уду деген бар. Уду деген вау тұрады, дот тұрады, вау тұрады, сосын хамза тұрады. Удуун. Егер вауда домма тұратын болса, уду дейтін болса, онда ол дәрет алу деген мағынаны білдіреді. Яғни істі білдіреді. Дәрет алу, істі, мағынауи нәрсені. Ал ваду болатын болса, фатха тұратын болса, ваудың үстінде, ол кезде не нәрсемен дәрет алынады, сол нәрсені ваду дейді. Сол араб тілінің осындай бір ережелерінің бірі, фаул уәзіндегі, сондай фаул, дәл осылай айтылатын фаул, сауд, ваджур, сахур деген сондай сөздер, егер де ол фаул уәзінде егер доммамен тұратын болса, бірінші әрібі, ол кезде істі білдіреді. Ал егер фатхамен тұратын болса, онда сол істі немен істеп жатыр, сол нәрсенің мағынасын білдіреді. Сондықтан уду дейтін болса, дәрет алу деген мағынаны білдіреді. Ваду дейтін болса, дәретті немен алып жатыр, соның мағынасын білдіреді. Оның мысалы көп араб тілінде, мысалышы сухур дейді. Сухур араб тілінде мағынасы фаджрдың алдында сухур жеу деген мағынаны білдіреді. Ал сахур дейтін болса, фатхамен тұратын болса, сахур, онда ол сол тамақты айтады. Сахар уақытында жейтін тамақты сахур дейді. Ал істі, сол жеуді, сол істі сухур дейді. Сол сияқты сауд, сууд деген мұрынға тамызу, сауд деген ол мұрынға тамызатын нәрсе. Яғни сондай араб тілінде сөздер бар. Соның ішіндегі уду, ваду. Яғни уду деген дәрет алу, ваду деген дәретті не нәрсемен алып жатсын, сол нәрсені ваду дейді. Сондықтан хадисте не мағына шығады? Жер беті мұсылманның дәрет алатын нәрсесі деген толықтай сондай мағына шығады ғой. Жер беті мұсылманның дәрет деген бұл қысқа айтылған, бірақ толықтай мағынасын келетін болсақ, жер беті мұсылманның дәрет алатын нәрсесі. Тіпті 10 жыл су таба алмаса да дейді. Яғни тіпті 10 жыл су таба алмаса да, топырақпен таяммум соғып жүре береді. Егер су тапса, онда Алладан қорықсын және суды терісіне тигізсін дейді. Суды терісіне тигізсін деген мағынасы қандай? Тіке мағына емес. Суды алып, былай бір тамшы тигіздің, жоқ, ол мағына емес. Дәрет алсын, әлде ғұсыл жоқ болатын болса, ғұсыл алсын деген мағына ғой. Хадисті Базар риуаят еткен және Ибн Қаттан сахих деген. Бірақ Дарақутни хадисті дұрысы мурсал деді. Яғни бұл хадис марфу емес дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисті айтпаған дейді. Бұл хадисті Абу Хурайра түсіп қалған, дұрысы ол Мұхаммад ибн Сириннің сөзі дейді. Яғни мурсал деген хадис, егер табиғин пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді деп айтатын болса, негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді деп сахаб айту керек. Бірақ табиғин сөйтіп айтатын болса, демек ортада сахаба түсіп қалды. Тек қана анық сахаба түсіп қалған болса, онда хадис сахих бола береді. Бірақ қайдан білесің, мүмкін сахабадан кейін табиғин де түсіп қалған шығар дейді. Сол себептен оны хадисті мурсал дейді. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам келгені марфу, ол сахих емес деп тұр ғой, яғни Дарақутнидің пікірі бойынша. Тирмизи Абу Зардан осындай хадисті риуаят етіп, оны сахих дейді. Осыған мағынасында ұқсас Абу Зарға да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан жер беті мұсылманның дәрет деп осыны хадис келеді. Сондай-ақ хадисті Хаким сахих деген дейді.
Хаким сахих дейді, біздің кезімізде Шейх Албани бұл хадисті сахих дейді. Бұл хадистің жалпы мағынасы. Хадистен енді қандай пайдалар аламыз? Бірінші пайда бұл таяммумға белгілі бір шектеулі уақыт жоқ. Яғни мынандай нәрсе жоқ шариатта. Егер де су жоқ болатын болса, шарттар бәрі орындалса да, бір 3 күндей таяммум соғасың, одан артық болмайды, әлде бір апта таяммум соғасың, одан артық болмайды, әлде бір ай, бір жыл деген ондай уақыт жоқ. Егер әрине шарттар бәрі орындалатын болса, жылдап болып таяммум соғуға болады. Мысалы, сондай бір жерде болады бір кісі, күніне тек қана оған бір шамалы бір ішетін ғана жететін су бір литр ме екен, әлде одан да аз ба екен бір су беріледі, ішуге ғана жетеді, артық бермейді. Мысалшы, сондай жерде өмір сүретін болса, ол кезде суды ішеді де, бірақ дәретіне жетпейді. Не істейді? Таяммум соғып оқи береді, болды. Сондықтан яғни бір белгілі шектеулі уақыт жоқ таяммумға. Екінші хадистен алынатын пайда, бауырлар, таяммум үшін топырақ болу шарт емес, бауырлар. Шаң болса болды. Енді шаң болған жақсы, ең аз дене болу керек. Бірақ шаң болмаса да, яғни болады деген ғалымдарда жоқ емес, бар жалпы. Мысалы, жерден шыққан бір тасқа сондайға таяммум соқса, шаң жоқ болса да болады деп айтқан ғалымдар бар. Дұрысы негізінде шаң аз дене шаң болған жақсы. Таяммум соғу үшін топырақ болу шарт емес. Шаң ол бір жерде тұрса да болады. Мысалы, ол паластың үсті көк шаң болып тұратын болса, таяммум соғып намаз оқи беруге болады. Әлде мысалы бір шифонердің үстерінде бір шаң жиналып қалған болса, соған таяммум соғып намаз оқи беруге болады. Шаң өткен топырақтан шыққан нәрсе. Және жердің беті дегенде топырақ бұл жерде бөлінбейді. Яғни қандай топырақ болса да оған таяммум соға беруге болады. Жерден шықсан болды. Оның ішіне мысалы сар топырақ кіреді, қара топырақ кіреді, не тағы да строительный қызыл топырақ та кіреді, ПГС та кіреді, әлде индирский ПГС болсын, Ақтөбенің ПГС болсын, Оралдың ПГС болсын, яғни бөлінбейді ол жерде. Яғни қандай топырақ болса да, шаң болса, оған таяммум соғуға болады. Аэропортский топыраққа таяммум соғуға болады. Яғни білмеймін, басқа қалалар білемін, біздің Атырауда аэропортский топырақ деген нәрсе бар, ақ топырақ сондай. Соған таяммум соға беруге болады. Әйтеуір топырақ болса болды, шаңы бар. Сондықтан бұл хадистен сондай пайда шығарамыз. Келесі пайда бұл хадистен шығатын таяммум, бауырлар, хадасты кетірмейді. Сондай мәселе бар. Таяммум адамның хадасын кетіре ме, кетірмей ме деген. Хадас деген, бауырлар, хадас ол адамның тахаратсыз қал жағдайы, дәретсіздік қал жағдайы. Адамда не хадас болады, не дәрет болады. Дәрет алатын болса, дәреті бар, дәрет бұзылып кететін болса, дәреттің орнына хадас келеді. Сол хадас болып тұрған кезінде, яғни дәрет жоқ кезінде таяммум соғатын болса, оның хадасын кетіре ме, әлде кетірмей ме деген мәселе бар. Жумһур ғалымдары бойынша таяммум хадасты кетірмейді дейді. Керісінше хадас кезінде не нәрсені болмайды дейді, сол нәрсені уақытша болғызады дейді, ал хадасты кетіріп тастамайды дейді. Оған дәлел мына хадис дейді. Егер су тапса, Алладан қорықсын және суды денесіне, терісіне тигізсін дейді. Яғни су тапқан болса, таяммум соғып әлі намаз оқымаған болса, су тапқан болса, сумен дәрет алсын дейді міндетті түрде. Егер де таяммум оның хадасын кетіріп жіберген болса, хадасын кетіретін болса, Абу Ханифа мазхаб айтатындай, хадас кетіреді дейді олар. Егер де хадасты кетіріп тастайтын болса, ол су тапқаннан кейін неге онда денесін жуады? Егер су табатын болса, онда денесін жумау керек, яғни тахарат алмау керек, хадасын кетірді ол топырақ. Егер сол пікірге сүйенетін болса, сол себептен егер су тапса, Алладан қорықсын және суды терісіне тигізсін деген сөз, ол таяммум хадасты кетірмейді деген мәселеге жумһур ғалымдарына пікір болады. Сондықтан Ханафи мазхабы осы сөйлемнен шығу үшін олар енді бір нәрсе табады. Айтады, яғни уақытша кетіреді дейді хадасты. Ал шариатта оны жумһур хадасты уақытша кетіру деген жоқ дейді. Яғни хадас не бар, не жоқ. Бар болатын болса, оны кетіретін нәрселер кетіру керек. Яғни жел шығу деген сияқты нәрселер. Ал уақытша бір осындай уақытқа дейін, яғни хадас кетіру деген нәрсе жоқ дейді. Сондықтан хадас ол не бар, не жоқ. Бар болатын болса, оны кетіретін өзінің нәрселері бар, шариатта дәлелмен келген. Сондықтан дұрысы жумһур ғалымдардың пікірі бойынша таяммум ол хадасты кетірмейді. Оған біраз мәселе ілінеді, иншалла тағы да келеді алдағы уақытта. Намаздың уақыт шыққанда дәрет бұзылады деген сияқты мәселелер. Яғни сондай пайда алынады бұл хадистен. Тағы да бұл хадистен алынатын пайда, соңғы пайда десек болады. Кім таяммум соғып намаз оқымай тұрып су тапса, міндетті түрде дәрет алу керек болады. Яғни таяммум соқты, таяммум соққаннан кейін намаз оқиын деп жатырған болса, су келіп қалған болса, болды. Яғни дәрет алу керек болады, әлде ғұсыл алу керек болады. Тіпті намаз оқып жатырған болса да, намаздан шығып кетіп, кері
таяммум сумен дәрет алып әлде ғұсыл алу керек болады. Бұл бауырлар 4-ші хадис. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Келесі 5-ші хадис. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху айтты, екі ер адам сапарға шықты дейді. Намаз уақыты кіргенде олар су болмаған соң екеуі таяммум соғып, сонымен намаздарын оқып болды дейді. Яғни бұл хадис ұзақ хадис. Ол хадистің автор келтіру мақсаты, адам таяммум соғып намаз оқып алса, кейін намаз уақыты шықпай тұрып су тапса не істейді деген мәселеге бұл хадисте дәлел бар. Яғни су жоқ, таяммум соқты, намазын оқып алды, кейін уақыт шықпай тұрғанда су келді, жаңбыр жауып кетті деген сияқты. Яғни әлде су келіп қалды мысалы, сол кезде не істейді деген мәселе бар жалпы. Иншалла қазір түсінікті болады. Хадистің мағынасы, екі адам сапарға шықты дейді. Яғни пайғамбарымыздың кезінде екі сахаба сапарға шыққан, аты кім екені белгісіз. Намаз уақыты кіргенде олар су болмаған соң екеуі таяммум соғып, сонымен намаздарын оқып алды дейді. Яғни намаз уақыты кірген, су жоқ, таяммум соққанда намазын оқып алған. Кейін сол намаздың уақыты шықпай тұрып екеуі су тапты дейді. Екеуінің біреу дәретін кері алып намазды қайталады. Яғни су кері келді ғой, намаз әлі уақыт шыққан жоқ, сондықтан намазды уақытында дәретпен оқи аламыз деп сондай оймен иштихат қылып, яғни намазын кері оқып алған, су алып, дәретпен алып. Ал екіншісі қайта оқымады дейді. Кейін Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам барып болған жайтты хабарлады дейді. Яғни келіп айтқан, осындай жағдай болып, бағандай таяммум соғып намаз оқып алып едік, кейін бағандай су келіп қалды, мына бауыр мысалы шалды да суды тақырат алып кері намаз оқыды, мен оқыған жоқпын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солай жеткізген мысалы. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам намазын қайта оқымаған адамға сүннетке сай жасадың және намазың саналды деді. Яғни намазың дұрыс, бәрі альхамдулилля саналды, сенің таяммуммен оқыған, сумен оқымаған, және сүннетке амал жасадың дейді. Яғни сүннетке сай амал жасадың дейді. Сенікі дұрыс істедің, сенікі жақсырақ болды деген мағына ғой. Яғни ал екіншісіне, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған, ал сен дейді, яғни екіншісі бағана кері оқыған дәрет алып, яғни сен енді барынша біліміңе сүйендің, осы иштихат қылып амал жасадың, сол бағана иштихат қылған амалың бар білімге сүйенгенің, ол сенің яғни бекер кеткен жоқ. Оған да Аллах тағала саған сауап берді. Екі сауап алдың, бірінші таяммум оқығанның сауап алдың, екінші намазын дәрет алып оқыдың, яғни білмей білім саған жеткен жоқ, сол кезде білім барынша білетін нәрсеңе сүйендің да сөйтіп оқыдың, ол сол нәрсеге сауап бар. Бірақ сүннетке сай емес болды сенікі. Яғни сүннетке сай ол бана қасындағы бауырындық болды, сенікі сүннетке сай болған жоқ. Бірақ яғни білімсіздіктен болғасын саған екі сауап болды деп, яғни сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жауап берді. Ал кері қайталап оқыған адамға сауап екі есе болды деді. Хадис Абу Дауд пен Насаи риуаят етті дейді. Енді бұл хадистен қандай мәселелер шығады? Бірінші мәселе бауырлар, хадистің бірінші мәселесі, адам баласы таяммум соққан соң су тапса не істейді? Таяммум соқты, уақыт кірді, таяммум соқты, шарттарға сәйкес. Кейін Аллахтың қалауымен су келіп қалды. Сол кезде не істейді деген мәселе. Енді бұл жерде бауырлар суреті, әлде жағдай төртке бөлінеді. Төрт жағдай болуы мүмкін бұл жерде. Таяммум соққаннан кейін су келетін болса. Біріншісі бауырлар, намаз оқымай тұрып су табатын болса. Яғни зухрдың уақытын алайық, мысалы 1:30 зухрдың уақыты кірді, сапарда жүр, су жоқ. 1:30 мысалы намаз уақыты кірді, суды іздеді, бүйтті сөйтті, сағат 2-де таяммум соқты. Енді намаз оқиын деп жатырған болса, жаңбыр жауып кетті мысалы. Әлде алыстан бір керуен көріп қалды мысалы. Енді иншалла су болады сол керуенде деген сияқты бір сондай су көріп, әлде тағы бір құдық көріп қалды алыстан, жаңбыр жауып кетті деген сондай болатын болса, ол кезде бауырлар дәрет алып намаз оқу керек болады. Бұл мәселеде ғалымдардың барлығы дерлік дәрет алып кері намаз оқу керек болады. Ғұсыл жоқ болатын болса, ғұсыл алып намаз кері оқу керек болады дейді. Егер де әрине намаз шығып кетпеуіне уақыт бар болатын болса, яғни мысалы 1:30 уақыт кірді, 2-де таяммум соқты, намаздың уақыты 5-те шығады мысалы. 3 сағат бар, су жаңбыр жауып кетті, қазір асықпай суға түсіп дәрет алып, яғни намаз оқи алады. Ондай кезде ғалымдардың барлығы тіпті ижмақ айтылған, біраз ғалымдар ижмақ деп айтқан бұл мәселеде. Намаз оқымаған болса, ол кезде сумен дәрет алып, әлде ғұсыл алып, намаз оқу керек болады. Таяммуммен намаз оқитын болса, намаз саналмайды. Бұл бірінші жағдай бауырлар. Егер де намаз оқымай тұрып су табатын болса. Екінші жағдай бауырлар, намаз оқып тұрғанда су табылатын болса. Яғни таяммум соқты, сосын такбир қақты. Намаз оқып жатыр. 2-ші рекат па, 3-ші рекат па, әлде 4-ші рекат па, намаз оқып жатырғанда жаңбыр жауып кетті мысалы. Әлде
намаз оқып жатырғанда есегінің дыбысын естіп қалды. Мысалы, есегі жоғалып кетті, үстіне суы бар екен. Намаз оқып жатса, бағана есегі келіп тұр. Есегінің дауысын естіп қалды, әлде түйесінің дауысын естіп қалды, әйтеуір, яғни су келіп қалды намаз оқып жатырған кезде. Ол кезде намазы бұзылып кетеді ол кісінің. Жумһур ғалымдардың пікірі бойынша ол кісінің намазы бұзылып кетеді. Оған дәлел Алла тағала Құранда айтады: "Фалам таджиду маан фатаяммаму", егер су таба алмасаңдар, тайаммум соғыңдар дейді. Бұл жерде ол кісі су тауып тұр, су келіп тұр болды. Сондықтан ол кісіге таяммуммен намаз оқу болмайды. Міндетті түрде оған сумен дәрет алып, әлде ғұсыл алып, намаз оқу керек болады. Және оған дәлел 4-ші хадис: егер су тапса, Алладан қорқсын және суды терісіне тигізсін дейді. Яғни бұл жер айтылған жоқ, намаздың алдында ма, намаздың ішінде ма, су тапты ма, болды, денесіне су тигізіп, дәрет алып, онымен намаз оқу керек болады. Жумһур ғалымдар, жалпы ихтилаф жоқ емес бар, бірақ ғалымдардың көбі намазы бұзылып кетеді дейді ол кісінікі. 3-ші жағдай болды, намаздан соң уақыт шықпай тұрып су табатын болса. Яғни 1:30 зұхырдың уақыты кірді, 2-де таяммум соқты да намаз оқып алды. 3-те су тапты. Намаз уақыты 5-те шығады мысалы. Намаз оқып алды, бірақ әлі уақыт бар. Бұл бана осыны 5-ші хадис турасы соған айтылып жатыр яғни. Ондай болатын болса, намазды өтемейді. Оған 4 мазхабтың 4-еуі де бір ауыздан келіскен. Тіпті бауырлар, бұл мәселеде біраз ғалымдар иджмах деген. Яғни адам баласы егер таяммум соғып намаз оқып алған болса, уақыт шықпай тұрып су табатын болса, намазын кері оқымайды. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисте сүннетке сай жасадым дейді. Яғни амалың дәл сүннетке сай болды дейді. Сүннет бойынша, яғни шариат бойынша ол солай болу керек негізінде. Сондықтан 2 рет оқып қажет жоқ дейді. Ал екіншісі бағанадай сауабың 2 есе болды деген, ол яғни білімсіз бағанадай барынша сол білетін нәрсесіне сүйеніп, иштихад қылып істеген, сол үшін яғни сауап алды. Ал біріншінікі сүннетке сай болды. Яғни бұл жерде андай мағына шықпайды, бұл сауабың 2 есе болды дегенде, оның сауабы бірінші кісіден көп деген. Бірінші кісінікі оныкі 1000 есе болуы мүмкін, 100 есе болуы мүмкін. Яғни ол міндетті түрде бірінші суреті ол екіншісінен гөрі абзал. Сондықтан ойлап қалмаңдар, сенікі сүннетке сай болды, саған 1 сауап, а сенікі сүннетке сай болған жоқ, саған 2 сауап. Ондай мағына шықпайды бұл хадистен. Ғалымдар не дейді? Сүннетке сай болғандықтан сауап ол әрине екіншісінен көп болады дейді. Ол 3 есе ме, 4 есе ме, яғни көп болады. Сондықтан яғни адам баласы егер де таяммум соғатын болса, кейін намаз оқып алған болса, уақыт шықпаса да ол кісі кері дәрет алып намаз оқымайды. Егер де оқитын болса, жаман іс істеді деп біраз ғалымдар айтқан. Тіпті иджмақ айтылған бұл жерде. 7 фақихтың пікірі бар. 7 фақихтың пікірі, 7 фақих бір ауыздан келіскен бұл мәселеге. Адам баласы егер таяммум соғып намаз оқып алған болса, уақыт шықпай тұрып су табатын болса, намаз кері оқымайды деп. Және тағы да оған Абдулла ибн Омардың әсәрін келтіреді. Абдулла ибн Омар бір күні сафардан келе жатырғанда асырдың уақыты кіреді. Мединаға жақын қалды. Мединаға жетпес 2-3 миль қалғанда асырдың уақыты кіреді. Ибн Омар радиаллаху анху таяммум соғып намазын оқып алып, асыр оқып алып Мединаға келеді. Мединаға келгенде асырдың уақыты әлі шықпаған болды дейді. Сол кезде Абдулла ибн Омар намазын кері оқыған жоқ дейді. Сондықтан 4 мазхабтың 4-еуі де бір ауыздан, егер де кім уақыт кіргеннен кейін таяммум соғып намаз оқып алатын болса, кейін су табатын болса, намазын оқымайды дейді. Бұл 3-ші жағдай. Ал 4-ші жағдай бар, соңғы жағдай. Егер де адам баласы таяммум соғып намаз оқып болған соң уақыт шығып кеткен болса, ол кезде ғалымдардың барлығы бір ауыздан келіскен, намаз оқуға болмайды кері дейді. Оқитын болса, ол яғни жаңалық болады шариатта. Яғни мысалы зұхырдың уақыты кірді, 1:30-да 2 рет таяммум соғып намаз оқып алды. Сосын 5-те асыр кірді, мысалы 7-те су тапты. Жоқ, өтіп кеткен намазын оқымайды. Сәләфтардан келмеген, пайғамбарымыз істемеген, сахабалар істемеген жаңалық болады жалпы шариатта. Сондықтан ол нәрсе болмайды. Яғни бір кісілер андай болуы мүмкін. Мен осы кеше сапарда болғанда, әлде алдында ауырып қалғанда таяммуммен намаз оқыдым, сол намазымды кері оқып алайыншы дейтін болса, жоқ, ол сүннетке сай істеген жоқ. Керісінше ол күнә істеген болады. Сол намаз оқыған үшін сосын кінәлады. Сондықтан өтіп кеткен намазды, уақыты шығып кеткен намазды кері оқылмайды. Бұл бауырлар хадистен шығатын бірінші мәселе. Адам баласы таяммум соққан соң су табатын болса, не істейді деген, яғни мәселеге қатысты болған. Және екінші мәселе бауырлар, бұл хадистен шығатын адам баласы намаздың уақыты кірген соң су жоқ, бірақ бір иншалла су табам деген бір ой болатын болса, сол кезде намазын таяммуммен оқып алған жақсы ма, әлде күтіп сол суды дәрет алып намаз оқыған жақсы ма деген мәселе бар. Яғни қараңдар бауырлар, намаз уақыты 1:30-да кірді, зұхыр намазын қайтып алайық, 1:30-да кірді.
Енді асыр сағат 5-те кіреді. Оған асырға дейін 3 сағат жарым бар. Ол иншалла бір, яғни басымды оймен иншалла бір андай үміттеніп тұр. Иншалла бір 2 сағаттан кейін су табатын сияқтымыз. Ана бір төмпешікке жетеміз, сол төмпешіктің ар жағында иншалла бір құдық бар деген ойда тұр. Бір 80-90%-ға иншалла су табам деп ой бар. 5-ке дейін, яғни асырдың уақыты шықпастан бұрын 4:30-4-те иншалла су табам деген ой бар. Сол кісі не істейді дейтін болсақ, бауырлар, бұл жерде жауабы таяммум соқпай сол суды күткен жақсы. Егер де әрине ол банадай иншалла су табам деген ойда болатын болса. Бірақ соған қарамастан тез намазымды оқып алайыншы қазір, яғни білмеймін су табыла ма табылмай ма деп намаз оқып алатын болса, намаз саналады ол кісінікі болады. Бұл мәселе бауырлар, яғни не істеген жақсы, қайсысы абзал деген мағына. Андай емес, намаз қазір оқитын болса қабыл болмайды деген емес, яғни ол күтпей ақ кез намаз оқып алатын болса, ол намаз дұрыс болады. Бірақ қайсы абзал дегенде, әрине сол абзал суды күткен жақсы дейді. Сонымен қайталап айтамын, адам баласы 1:30-да уақыт кірді, зухр уақыты, сосын асыр 5-те кіреді, иншалла бір сондай ойда тұр, бір 3:30-ға дейін 4-ке дейін су табылады деген ойда тұратын болса, ол кісі күтіп, дәрет алып, әлде сумен ғұсыл алып, намаз оқығаны жақсы. Өйткені Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху яталавву ма байнаху ва байна ахирил уақт дейді. Файн ваджадал маа ва илля таяммам дейді. Яғни адам баласы су жоқ болатын болса, соңғы уақытқа дейін, яғни сәл күтеді дейді. Егер су табатын болса, сумен дәрет алады, ал егер де су таба алмайтын болса, ал таяммум соғады дейді. Сондықтан бұл Али ибн Аби Талибтан келген әсар, яғни соған сүйеніп біраз ғалымдар күткен жақсы дейді. Егер де әрине банадай иншалла бір су табамау деген бір сондай ой болатын болса дейді. Бұл екінші мәселе. Және тағы да хадистен де қандай не пайда аламыз бауырлар, алдыңғы сабақта айтқан едік. Кімде кім бар біліміне сүйеніп бір шариатқа бір амал жасайтын болса, кейін бір білімді кісіге тап болатын болса, содан сұрап алған жақсы сол амалын, сол ғибадатын, яғни дұрыс кері орындау керек па, әлде орындамау керек па деген соны біліп алу үшін. Және тағы да кімде кім бауырлар барынша Аллахтан қорқып, бір шариаттың бір несіне бар біліміне сүйеніп бір амал жасайтын болса, сол ісіне сауап болады адам баласына. Енді барынша біліп, енді не істеймін екен, былай тынышы істей салайыншы, әлі тынышы оны жоламай қойыншы деген сондай барынша біліміне сүйеніп, Аллахтан қорқып, нәпсіне ермей сондай бір амал жасайтын болса, сол ісіне бауырлар оған сауап болады. Бұл бауырлар 5-ші хадис. Келесі 6-ші хадис. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху Алланың мына сөзіне қатысты: егер ауру болсаңдар, әлде сапарда болсаңдар, былай дейді: егер адам Алла жолында жарақат алса, жаралы болса, сосын жүніп болып қалса, егер ғұсыл алса өліп қалам деп қорқады, ол адам таяммум соғады дейді. Яғни егер ғұсыл алатын болса, өліп қалам деп қорқатын болса, ол адам таяммум соғады деді. Бұл әсәрді Дарақутни мауқуф қылып риуаят етті, Баззар бұл әсәрді марфу қылып риуаят етті дейді. Ибн Хузейма мен Хаким бұл әсәрді сахих деді дейді. Мағынасына келетін болсақ, яғни осы аят турасында, таяммум аяттың турасында Ибн Аббас айтады: егер адам баласы Алла жолында болатын болса дейді, яғни джихадқа шығады, жарақат алады, сосын денесіне жара болады. Тек қана жарақат қылыштан емес, ол жара болуы мүмкін, іріңдеуі мүмкін, сосын жүніп болып қалды дейді. Жүніп болып қалатын болса, енді жүніп болып қалғаннан кейін ол кісі ғұсыл алу керек. Бірақ сондай қорқыныш болатын болса, ғұсыл алатын болсам өліп қалуы мүмкінмін деген сияқты, ол адам таяммум соғады дейді. Бұл хадисті автор келтіру мақсаты, бұл хадисте таяммум соғуға болатын бір жағдай айтылған бұл хадисте. Тіпті су болса да бауырлар, су болса да таяммумның бір соғуға болатын жағдай айтылған. Ол дене жарақат болатын болса, ол шарттарды айттық бағадай. Адам баласы сондай су болса да, бірақ денесіне су тигізуі зиян болады. Сондай болатын болса, адам баласы таяммум соға береді. Осы хадиске мысал тағы да кіретін бауырлар. Мысалы, адамда су болады. Егер де ол суды денесіне тигізетін болса, оған зиян келеді. Ол кезде не істейді? Ол кісі таяммум соғып намазын оқи береді. Бұл хадисте қарасаңдар, бір Алла жолында жарақат алса деп мысал ретінде келген. Тіпті жарақат алмаса да бауырлар, адам баласы шариатта егер жарақат алмаса да денесіне сондай бір ауру пайда болады, су тиетін болса, жаралар шығады, іседі деген сияқты. Өзім де көргенмін сондай. Сондай болатын болса, ол кісі таяммум соғып намаз оқи бере алады. Басқа жерін жуалса, соны жуып, сол жумаған жерін таяммум соғып намаз оқи береді. Және бұл аятта қарасаңдар, әлде сапарда болсаңдар дейді. Яғни бұл хадистен андай сапарда емес болатын болса, үй жақта болатын болса, мүлдем таяммум соғуға болмайды деген мағына шықпайды бауырлар.
бұл жерде көпшіліктің айтқан, яғни жарақат, бағандай жара болу, сондай бір қиын жағдайда болу көбінесе сапарда болады. Джихад мысалы көбінесе сапарда болады. Бірақ дәл сол жағдай қаланың ішінде болса да тайаммум соға береді. Яғни қаланың ішінде тұрады, денесіне бағандай бір сондай ауру бар, егер су тигізетін болса ауырады мысалы, әлде емделіп болмайды мысалы, ондай кезде тайаммум соға беруге болады. Және бұл хадисте ғұсыл турасында айтылған, қарасаңдар, егер ғұсыл алса өліп қалам деп қорқады дейді мысалы. Ғұсылға бауырлар шектеулі емес, тіпті ғұсыл емес, дәрет үшін болса да, мысалы біреудің ғұсылы бар, бірақ дәрет алғысы келіп тұр. Дәрет алатын болса, қолына мысалы шынтағына дейін бір жарасы бар, соған тиетін болса, бір зиян болады дейтін болса, ол кезде адам баласы тайаммум соғып намазын оқи береді. Яғни ешқандай проблема жоқ. Бұл бауырлар 6-шы хадис. Осымен сабақты аяқтаймыз. Иншалла келесі сабақта соңғы сабақ 3 хадисті талқылаймыз иншалла. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.